Сәлем достар, бүгін шпинаттан жасалған паста дайындаймыз. Олай болса кеттік. Ол үшін бізге алдымен тауық еті керек. Тауық етін тазалап, жақсылап, көбіктап турап аламыз. Енді пиязымызды, қызанақты және сарымсақты майда етіп, көбіктеп турап аламыз. Қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, турап дайындап қойған тауық етін жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Қуырып жатқан етімізге дәміне қарай тұз және қара бұрыш, орегано және базилик қосамыз. Тауықтың еті жақсылап қуырғаннан кейін сарымсағымызды қуырып аламыз. Енді пиязымызды салып қуырамыз. Енді қызанақты салып жақсылап қуырамыз. Міне қызартып қуырып алғаннан кейін енді сливкімізді құямыз. Сұлтан компаниясының осындай базилик қосылған пастасын қайнап тұрған суымызға тұз қосып пісіріп аламыз. Пастамыз пісіп дайын. Енді біз начинкамызға сырды сеуіп, осылай аз мөлшерде жақсылап ерітіп, үстіне ыстық пастамызды саламыз. Паста өте жұмсақ, дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантып. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Арайлым. Ас болсын, сау болыңыздар.